өңірдің өзінің қастерлейтін киелі тарихи орындары болады. Халық арасында Сырым төбесі аталып кеткен Алқабас ауылы тұсындағы оба аудан халқы үшін сондай қастерлі орын. Бұл орынның өлке тарихы үшін ғана емес, ел тарихы үшін де маңызды ерекше. Өйткені оның тарихы қол бастаған көсем азаттық күресінің алдаспаны Батыр бабамыз Сырым Датұлының есімімен байланысты. Сырым шыққан төбенің қастерлі жер екенін жергілікті халық бұрыннан ақ білген. Белгілі өлкетанушы Жайсаң Ақбай Орынбор мен Оралдан Сырымды ұстаймыз деп келген жазалаушы жасақтың Сырымның сарбаздары көп екен, біздің мұнша әскерге шамамыз жетпейді деп жүрегі шайрап кейін кете бергенін жазады. Бірақ біз бұған сын көзбен қараймыз. Өйткені зеңбірек және мылтықпен мұздай қаруланған патша әскерінің қылыш, найза, садақпен қаруланған жасақтан қорықты дегені шындыққа еш жанаспайды. Сонымен бірге ертеден жеткен ел аузындағы әңгімеде бұл төбені Сырымның қорғаныс мақсатында және қарауыл төбе ретінде қолдан үйдіріп, осы орында ұзақ уақыт қорғаныс мақсатында пайдаланғаны айтылады. Біз бұған да келіспейміз. Себебі шағын ғана төбені ұзақ уақыт пайдалану мүмкін емес. Орналасқан жеріне қарасақ та айналасы ашық дала, ар жағында әскердің арқасын беріп қорғанатын жер жоқ. Біздің ойымызша Сырым шыққан төбе арнайы тұрғызылмаған, бұрыннан бар қорған болса керек. Ел ауызда жеткен тарихи әңгімеде былай делінеді: бірде Сырым батыр мен Есім ханның қолы бір-бірімен соғысуға келе жатады. Есім әскерінің көп екенін барлап білген Сырым табан астында айла табады. Ол үшін алда көрініп тұрған биік төбеге тездетіп жетіп, шағын әскерін төбені айналдырып түсіре береді. Есім хан жағы төбеден өтіп жатқан қара құрым әскерді көріп, соғысуға жүрегі дауаламайды. Өйткені Сырымның әскері көп екен деп қалады. Сырым Датұлы патшаның қарулы әскерімен 14 жыл бойы күрес жүргізген жылдар ішінде сын сағатта мұндай әскери айла шарғының талайын жасаған да шығар. Бізге жеткені осы төбені пайдаланып, Есім хан әскерін айла жасап сан соқтырғаны. Біз сонымен Сырым Датұлы бұл төбені бір-ақ рет әскери айла үшін пайдаланған деген пікірдеміз. Сырым шыққан төбе туралы ізденіс барысында оны жергілікті халықтың Сұлтан оба деп атағанын білдік. Отан соғысы кезінде Бегім Ишанғалиұлы туыстарына өлеңмен жазған хатынан ең биік Сұлтан оба Сырым шыққан, ерлерді, батырларды талай шыққан, таусылып асылдары қазағымның кәпірін бізді алуға қолын сұққан деген өлең жолдарын кездестіреміз. Бүгінгі күні Сырым шыққан төбе жергілікті маңызы бар киелі нысан тізіміне енген. 14 жылға созылған Сырым бабаның ұлт азаттық көтерілісі бір ауданды емес, кіші жүзді түгел қамтыды. Бұл көтеріліс патшаның отарлау саясатын бір жылға кері шегіндірді. Сондықтан да Сырым шыққан төбені аудандық емес, кемі облыстық маңызы бар киелі нысан тізіміне кіргізу керек деген ұсыныс айтамыз.